Сәлем достар, мен сіздерге онлайн мектеп платформасы ұсынған жаңашыл мұғалім 2022 республикалық конкурсына арналған бейне материалымды ұсынамын. Баттас адам дөрекі сөйлесе, әңгімені бірден тоқтатыңдар. Интернет арқылы әлеуметтік желілерде, видео порталдарда ар-намысқа тию. Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі тақырып желідегі қауіпсіздік. Қазір мен сіздерге экранда рандом түрде сіздерді екі топқа бөлемін. Яғни осы топта қай оқушы қай топқа бөлінгенін байқауға болады. Бірінші топта Мадияр, Аружан, Альнұр, Сұлтан, Жансая. Сәйкесінше, қауысыңыздар. Бірінші топ көшірді болсын. Балалар, сонымен сабағымыздың мақсаты желідегі пайдаланушының қауіпсіздігін қамтамасыз ету, ережелерін сақтау және интернеттегі алаяқтық пен агрессия. Жалпы осы қалай біз желіде қандай қауіпсіздік ережелерін сақтауымыз керек, осы жөнінде айтатын боламыз. Ең алдымен балалар, біз өткен тақырыпты қайталап алайық. Ол үшін мен сіздерге экранға назар аударыңыздар. Компьютерді дұрыс орналастырудың қандай ережелерін білесіңдер? Кім жауап береді? Өткен тақырып бойынша. Компьютер біздің көзімізден 50-70 сантиметрге ауыстыру керек. Дұрыс, өте жақсы. Тағы да Өмірханды кім толықтырады? Түсін болып Өте орын. асан кетесің. Жақсы. Компьютердің бір-екі сағаттан тұрады. Жақсы. Егер де ұзақ уақыт отырсақ, арасында үзіліс жасап отыруымыз керек. Өмірхан, тағы не айтып еді? Жарты сағат сайын біз көзімізге жаттығулар салып Өте жақсы балалар. Өткен сабақ бойынша келесі сұрақты назарларына ұсынамын. Компьютердің артқы бөлігі қабырғаға қарап тұрғаны дұрыс па? Я деп жауап берсеңдер, жоқ деп жауап берсеңдер, экрандарыңызға дұрыс жауапты таңдаймыз. Экранға назар аударамыз. Монитор экраны көзден неше сантиметр қашықтықта болуы тиіс? Толық жауап береміз. Жақсы. Нәтижесі бөлек. 10 оқушыда дұрыс жауап берген екен. Жақсы, керемет, жауаптарың өте жақсы. Балалар, олай болса, топтық жұмысымыздың уақыты аяқталды. Қанекей, бірінші топ iTest тобынан бізге кім жауап береді екен? Интернет желісін пайдаланды. Өздері нақты кездескенде қандай алаяқтықтар мен агрессия, қауіп-қатерлер бар? Өмірхан, айта ғой. Интернет желісінде алаяқтықтар өте көп. Мысалы, кеңінен тарағандарын айтып кетсек, лотереялар. Интернетте бізге келіп жатады. Сіз лотереяны ұтып алдыңыз, қомақты түрде ақша ұтып алдыңыз деп
кейбір алаяқтықтар болады. Жұмыс жасауды ұсыну. Ол бір мысалы WhatsApp-та бір ақпарат қайтарып тұрсаң, саған қомақты түрде ақша керек дейді. Бірақ ол сен жазу үшін өзің туралы анықтама беріп, және де бір ақша беруің керек. Бірақ одан кейін жұмыста жоқ, ақша да жоқ. Сені залог кетіп тастайды. Біз сондайларға алданып, өзіміздің ақшамызды құртып аламыз. Және де көптеген түрлері бар алаяқтық. Біз осылардан сақтануымыз керек. Жақсы, келесі түр бізде ай мектеп тобы. Ай мектеп тобынан бізде кім жауап береді екен? Жансая. Әлеуметтік желілердегі қауіптерден қорғану үшін қауіпсіздік ережелерін ұстану. Біріншісі, достарды сенімді сақтаймыз, өзіне жайлы ақпараттарды айтпаймыз, басқа адаммен әдеппен сөйлесеміз, және белгісіз сайттарға тіркелмейміз, кірмейміз. Өте жақсы. Жақсы, рахмет. Жансая. Мен сіздерге видео фрагменттерінде нақты жағдаят ұсынамын. Осы жағдаятқа қарай отырып, біз кейбір сұрақтарына жауап береміз. Бұлай болса, экранға назар аударыңдар. Барлығымыз видео фрагментті бірге тамашалайық. Иә, бүгін жақсы серуендедік. Жарайды, мені алып кетуге ағам келеді. Ол саған бүгін сабақ қарауға көмектесе ме? Жоқ, оның басқа жұмыстары бар. Кеш келетінін айтты. Мен үйде жалғыз боламын. Алина, есікті ешкімге ашпа, бұл маңызды. Алина, есікті ешкімге ашпа, бұл маңызды. Сен кеткен соң бір кісі келді. Жарықтың түбіртегін алып келім дейді. Болды, жарайды, қорықпа, Алина. Үйде жалғыз боламын деп ешкімге айтпап бедің? Үйде жалғыз боламын деп әлеуметтік желіде, Инстаграмда жазғаным есіме түсті. Солай істеуге бола ма екен? Жаман адамдар біліп, жаман бірдеңе ұшырап қалуы мүмкін ғой. Желіде тағы қандай ақпаратпен бөлісетініңді көруге бола ма? Сенің өзіңе ғана қатысты ақпараттардың барлығын жаман ниетті адамдар пайдалануы мүмкін. Қандай мектепте оқитының, қандай спорт клубына жаттығатының, кешке қандай жоспарының барын жазбауың қажет. Сондықтан өзіңе ғана қатысты артық ақпаратпен бөліспе. Жақындарың әрқашан сен туралы барлық маңызды нәрселерді біледі және профиліңді бөгде көздерден жасырғаның дұрыс. Оқырмандардың көп болғаны жақсы, бірақ олар сені қайдан табуға болатынын және не істеп жатқанын білетін болады. Бұл қауіпті. Алина, ғаламторда не істеуге болмайтынын саған айтып берейін. Ғаламторда достарың көп болғаны жақсы әрине, бірақ олардың бәрін сен шынайы өмірде көрдің бе? Егер сен біреумен серуендеуге кетіп бара жатсаң, онда маған, ағаңа немесе ата-анаңа ол туралы ескерт. Және де қауіпсіз жерлерде, көпшілік адамдар жүрген жерге серуенде. Және де менің картамның немесе ата-анаңның карталарының деректерін бізге ескертпей тіркеуші болма. Егер ғаламтордан бірдеңе сатып алғың келсе ше? Егер де бірдеңені сатып алғың келсе, бізге айт, біз тексеріп көреміз. Егер саған лотереядан жеңіп алдың деген хабарлама келетін болса, онда картаның деректерін мүлде енгізуші болма, ешқашан. Бұл желіде өтірік алдаудың ең кең таралған жолы. Абай бол, жарай ма, Алина? Жарайды. Желілердегі аккаунттарың жабық болсын. Жақсы балалар, олай болса кей сұрақтарына жауап берейік. Бірінші сұраққа бізде ай мектеп тобынан Диар жауап беріңіз. Алинаға ағасы әлеуметтік желілерде, Инстаграмда өзі жайлы айтауды айтады. Мысалы, мен бүгін мектепке бардым, мен бүгін өзім үйде болдым дегенді. Өйткені бірі біліп қойса, ол жаман болады. Және лотерея туралы айтты. Ол лотереяда картаны тіркеу туралы айтты. Жақсы, молодец. Келесі ай-тест тобынан бізде Мадина жауап береді. Егер ұялы телефонымызға біз туралы хабар келсе, біз картаны тіркеуіміз керек, либо ол арқылы ақша шашуға болады. Балалар, төменде берілген сөздерді қалай түсінесің? Берілген сөз тіркесі туралы не айта аласыңдар? Қазір мен спиннерді іске қосамын. Таңдалған сөз бойынша жауап береміз.
бізде желідегі қауіпсіздік сөзі шықты. Бұл сұраққа, яғни бұл сөз туралы не білетінімді айту үшін бізге Алинұр алып бере ғой. Желіде қауіпсіздік. Жаңа айтып өткендей, өзіңнің қауіпсіздігіңді қамтамасыз өзіңнің өмір баянында жаңағы әлеуметтік желілерге салмау керек, және де жаңа айтып өткендей, неше түрлі сайттардан сіз мынанша сом алып алыңыз деген жерге сенбеу керек, өйткені сол банк карточкасы арқылы сенің ақшаларың шешілуі мүмкін. Иә, өте жақсы, рахмет. Қауіпсіздікті сақтауымыз қажет екен. Ол біздің ең бірінші өзіміз үшін қажет. Келесі сөз бізде агрессия дейді. Ол жалпы агрессия, әлеуметтік желідегі агрессия туралы айтсам да болады. Бізге агрессия туралы Аружан айтады. Желіде сіздерге көптеген адамдар жазуы мүмкін. Мысалы, кибербуллинг алсақ, сізге адамдар жаман сөздер айтып, сіздің оларға жауап бермеуіңіз керек, немесе дөрекі жауап қайтармауыңыз керек. Себебі өз басыңызға жауапкершілік аласыз. Иә, өте дұрыс. Өте жақсы. Жақсы, молодец. Петердің олимпиадасын анықтады. Олай болса, сұрақтарға жауап береміз. Сендердің экрандарында осы сұраққа жауап беруге арналған қосымша терезе ашылып тұр. Сол жерден сұрақтарға жауап береміз. Өте жақсы балалар. Олай болса, экранға назар аударайық. Нәтижелеріңді қарап шығамыз. Балалар, өздерінің жауаптарыңды экраннан көре аласыңдар. Яғни, қандай қауіпсіздікті өзіміздің пайдаланушы ретінде интернет желісінде қандай қауіпсіздік ережелерін сақтауымыз керек екен. Біріншіден, ешқандай белгісіз сайттарға тіркелмеу керек екенбіз. Өзіміз жайлы жеке ақпаратымызды айтпауымыз керек. Яғни, ешқандай карта туралы жеке куәліктерінің ақпараттарын жазбауымыз керек. Достар тізімін сұрыптауымыз керек. Ешқандай лотереяға сенбеуіміз қажет екен. Бейтаныс адамдармен әдеппен сөйлесу керек. Яғни, және де түрлі сайттарға өтпеуіміз қажет. Ешқандай алаяқтарға